Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дана. Бүгін сіздермен бірге өте әдемі болып шығатын зебра деп аталатын пирогты дайындайтын боламыз. Ең алдымен 4 дана жұмыртқамызға шым-шым тұз және де қантымызды салып, бірнеше есе үлкейгенше жақсылап миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Үстінен ерітілген сары майымызды және де қаймағымызды қосамыз. Тағы да миксердің баяу жылдамдығында араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызға 10 грамм разрыхителімізді қосып, ыдысымыздың ішінде бір араластырып аламыз. Ұндарыңыз міндетті түрде електен өткен болсын. Енді сұйық массамызға қосамыз. Тағы да миксердің өте баяу жылдамдығында жақсылап араластырып аламыз. Бізде қамырдың консистенциясы осындай болып шығуы керек. Енді шыққан қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Шамалап бөлсеңіздер де болады, бірақ таразыларыңыз болса, таразымен теңдей етіп бөліп алғандарыңыз дұрыс. Енді бір қамырымыздың үстіне 30 грамм ұнымызды, екіншісіне 30 грамм какаомызды саламыз. Миксермен тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің қамырларымыз дайын. Енді формамызды дайындаймыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Астына осылай пергамент төседім. Фольга төсесеңіздер де болады. Сақтық үшін шетіне сұйық май немесе сары май жағып алыңыздар. Енді кезек-кезек 2 ас қасықтан қамырымызды біртіндеп осылай видеодағыдай салып шығатын боламыз. Кішкене осылай қозғасаңыздар, барлық жеріне толықтай жайылатын болады. Және де шпажкамен осылай әдемі етіп узор салсаңыздар болады. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін тексеру үшін шпажканы пайдаланамыз. Осылай видеодағыдай шпажкамызды пирогымызға тығып тексеретін боламыз. Егер шпажкаларыңыз құрғақ болса, пирогымыз дайын деген сөз. Енді пирогты толықтай суытып барып қана босататын боламыз. Неге қыздар, қараңыздаршы, төменгі бөлігі де өте әдемі болып шыққан. Кесіп көреміз. Неге біздің пирогымыз әп-әдемі болып шықты. Сондай жұмсақ, нәзік болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецепті сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнаға тіркеліп қойыңыздар. Бұйырса алдында өте жақсы керемет рецептермен бөлісіп отыратын боламын.